Құрсын, ондай ауру бар ма не бізде? Имеется в виду, бізде де бар ма, или бүкіл әлем бойынша ма? Бар ғой, іріңдеп кетеді и жайылып кетеді ірің. Ойла, гангрена сияқты ма? Кетті. Бұл инфильтрация. Бұл инфильтрация болуы мүмкін. Мен де солай деп ойладым. Назлыныкі дұрыс шығар деп ойладым. Алайда сосын қарадым. Мына жерге қараңызшы. Міне, осы жерге. Мына жерге ма? Қай жерге тағы айтып жүрсіз? Жоқ, просто. Жоқ, просто қолым тегесін айтып отырмын десейші. Кетті ғой. Кете берсін ба? Мына жерге деп қайталап жүрген ба? Екі көзіңізбен қараңызшы. Екі көзіңізді тіке қойып қой. Жоқ, бұлай емес, бұлай. Май тіндері және фасциялар. Назлы қателескен, сенікі дұрыс. Фасциялар? Май тіндері және фасциялар. Фасциялар. Саусағын кесе салыңдар. Айта алмаймын осы сөзді десе. Кетті. Кетті. Май тіндері және фасциялар. Назлы қателескен. Сенікі дұрыс, Әли. Иә. Мен солай дедім. Мен Назлыға ферманстас мені құптайды дедім. Бұл не деген сөз? Мен кімдікі дұрыс, соны құптаймын, Әли. Иә, сонымен не дейсіз? Сонымен? Әли, сенікі дұрыс. Одан да менікі дұрыс болмағанда ғой. Қыздың саусағын аман алып қалуымыз керек. Дереу қолға алмай болмайды. Сен құжаттарды алып танжу дәрігерге бар. Мән жайды түсіндір, жарай ма? Әли, достың кейпін таныту жайлы әңгімелерің не болды? Іске аспады. Қолымнан келмейді екен. Мені ынтықтырып қойдың ғой. Ойы сансаққа кеткен ол не қылған қыз? Айтқың келмесе айтпай-ақ қой. Назлы! О, Назлы ма? Ол мені жақсы көреді. Ол сені жақсы көрмейді ол, десем. Экранға қарап отырмыз. Сонымен әке не дейсің? Жоқ, балам, әлі бір шешімге келген жоқпын. Мен саған білуің тиіс нәрсенің бәрін айттым, әке. Әке, бері қараш, мен қасыңдамын. Ашығын айтып тұрмын. Бұл отаны жасау керек. Әйтпесе, неге әкеп соқтыратынын өзің де білесің. Құдай басқа салмасын. Білем ғой. Отаға неге келіспейсің, соны түсінбеймін. Демир. Тұра тұршы, әтші. Сен мұны миллионға татитын. Анан созады, тұра тұршы. Жапшы осында де. Созады. Сен тұра тұршы, әтші. Сен құны миллионға татитын шаруаларды әп-сәтте шешуші едің ғой. Әке, мына жерде әлі тұрмыз. Ота жасау бөлмесіне неге бармаймыз? Балам. Сен қолымыздан келетініне сенбейсің бе? Маған сенбейсің бе, әке? О, не дегенің? Онда не болды? Өйткені бұл әділ емес. Не әділ емес? Бір талай уақыт өткенде осында келдім. Ал сен енді маған қарайласуға мәжбүрсің. Мен жылдар бойы сені керек қылмадым. Бұл әділ емес, балам. Мен осында келуді жөн көрдім. Сені мен санасқан жоқпын. Бұл отаға мен келісе алмаймын, балам. Я хочу умереть.
Созайын ба? Иә. Мен келісе алмаймын, балам. Бұл әділ емес. Әке. Әке, жылдар бойы жүзіңе бір қарамадым дедің ғой. Енді қара, әке. Қазір қара. Бұл әділ емес деме. Мен саған мүмкіндік беріп тұрмын. Осы отан жасайық. Содан кейін үнемі жүзіме қарайтын боласың. Қарамаған кездеріңнің есесіне қарайсың, жарай ма? Жарай ма? Қолыңнан келеді ғой, әке. Солай ма? Қайтадан әкем бола аласың ба? Бұл жолы шешең болам. Қайтадан менің әкем бола аласың ба? Oğlum. Жаса отанды. Мам, пофиг. Тарап қоясың ба, жоқ па? Жақсы. Отанды жаса. Жақсы. Асқар тауым менің. Бұраң белім менің. Деп өлеңді айтқансың. Бұраң белім, асқар тауым. Ауру? Ау. Кетті. Кет. Жарайды деген бұған. Жаңағы асқар тауымнан кейін. Таудан кейін жарайды бар. Жоқ. Жоқ екен. Жоқ болса жоқ. Жұтып қойған Алып кетем өзім. Тамам. Тамам. Не айтты? Асқар тауым менің. Жарайды. Кет. Ұстаз, әкеме сөйлестім. Келісті. Ота жасайық. Керемет. Ұстаз, дереу ота жасауымыз керек. Дереу. Не дейді? Тыныштық па? Не болды? Әли, демер екен. Не болды? Әли, қарсы болмасаң, әкемнің отасы жайлы сөйлесіп тұрмыз. Созайын да, Әли, демер. Әли, қарсы болмасаң, әкемнің отасы жайлы сөйлесіп тұрмыз. Менің де науқасым бар, өте шұғыл. Әкем деймін, әкем. Мен де науқасында айтып тұрмын. Скрипкаш екен, саусағынан айырып қалу мүмкін. Науқас сенің әкең бе, түсінбеймін. Әкең бе? Солай демер. Демеді. Науқас сенің әкең бе? Түсінбеймін, Әли. Әкең бе? Бер қара, бұл дұрыс емес. Болды, жетер. Жігіттер, сендерге не болды? Демир, сен барда әкеңді отаға дайында. Қыздың қолы іріңдеп бет. Ота жасайтындай не болды? Міне, мырза, қазір түсіндірейін. Қазір. Саусағын кесіп әкеліп түсіндіріп отырсың. Мына саусақ мына жерден кеттерің деп. Мен кесіп алып келіп отырмын саған. Кеттік. Сол мен дайындыққа кірсек. Мен апама хабарласайын. Хабарласпа. Демир, біз апаң екеуміз айырылысып кеткенбіз. Демир. Не? Маған ештеңе демедің ғой. Балам, сен мені жек көрдің, сенің одан бетер ашуланғаныңды қалаған жоқпын. Мен жас баламын ба, әке? Айырылысып кеткендердің үшін шу шығарам ба? Бұл жайлы кейін сөйлесерміз. Қазір дайындалу керек. Ачеле. Ачеле.
балам жөтеліп жатырмын десе. Балам? Ой, Аллай. Мұндайды күтпеп едім. Бұл шығеттіңдер өте әлсіз. Өлеттеніп барат. Назлы тінді тарт. Қане. Тағы біраз тарт. Тағы. Шіріген жұмыртқаның есіндей. Күнге ғана сақын келген. Осы түнді алқастаса қимылдату қабілетін сақталған тұрғын ер. Талантын сақтап қаламыз ба әлде? Қимылдату қабілетін бе? Әріптестер, мен қолдан келгенді жасаймын. Алайда отадан кейінгі оңалуға мән беру керек. Өздерің бақылайсыңдар. Осы түннен аман шыққаны маңызды. Назлы қайшыны бер. Өзіңіз алыңыз десе. Не мені жұмсай бересіз? Кішкентай деп жұмсай беретініңіз не? Сонымен? Менікі. Сенікі ма? Бәрін алып алыпсың. Біреуін қалдырдым. Ақша көбірек Осыға оқысың бәрін. Неге шақырасыңдар вообще мен жұмысқа? Рөлге таласып көп кетсең. Сонша дайындалып едім ғой үйде Сонша десеңші. дайындалып едім үйде. Мына дәрігерге. Осы дәрігердің образын ашып, ішкі жан дүниесін зерттеп едім, алып алыпсың ғой. Өзінен интервью алдыңыз ба? Иә, өзінен интервью алып. Вообще, бұл жігіт кішкентай кезінде көп ауырған екен, қуып кетсем. Вообще, қиыншылық көп көрген екен. Папасы ішкен ба сондай бірдеңе. Көп интервью алып. Кеше ғана осы Стамбулдан келіп едім. Осы жігітті оқимын ғой. Жақсы, осы оқи бер. Айтпақшы, оң жағында шырам бар. Оң қолында шырам бар. Соны айта кетейін деп. Может, көмектесіп қалар. Сол үшін шырам жасап кел. Образ ашуға көмектесіп қалар. Шырам бар. Шырамы көмектесіп. Сосын күнге қараса түшкіреді. Сондай элементтары бар. Жарайды, оқи бер десем. Оқи бер. Жеттегесін, зая кетпегесін айтып атқаным, зая кетпесін. Квартплатасы төленбеген осы айда. Давай, жақсы, кешіріңіздер. Сонымен Ой, господи, извиняюсь. Қатындарды көрсетші дейді, оңбаған. Қай жерде қатын көріп тұрсың? Қай жерде қатын көріп тұрсың? Мына қатын ба? Бұл Алима. Қатын бәрі сыртта бізде, бір қатын. Қалғаны іште қыз бен жігіттер. Дұрыс па, Эльмира қатын? Алима онлайн магазинде отыр. Или Жанар ма бізде отырады? Жоқ, онлайн магазинде емес. Бізде онлайн магазинде Жанар отырады. Жанар отырады бізде. Бүгін Жанар жоқ. тірідей кетті базарға. Ол тірідей кетті осы жолы базарға. Онлайн отырып жалықты. Жалықты. Ақшасы жоқ. Таңның кешін онлайн дүкенде тұрады. Не үшін отырады? Сонда онлайн жіктер блокқа қойып тастапты ғой. Мына қатын ақыры іштей қалмайды деп. Бастық атырып бостандыққа. Ананы сұрап нам бір Сетті забивать етті. Алып тапты. Шықпай ма рядтарға кіріп қалып. Рядтардан шығып кетті еще жолда мешет етіп. Баяда базарда сондай болатын еді ғой. Бар шаға! Бәрі іштен алмайсың деп қуып жіберетін ше біздер. Витринаны жаппа, былай тұр. Баяда мектептен босай қалсаң ше, тек базар аралайтын еді қой, бізде торговый центр жоқ қой. Сол ұрыстайтын. Кет шаға қарай! Бәрі іштен алмайсың қайыршы деп ұрыстайтын. Ойбай. Қайыршы еще, Дима.
Ішіге қайыш. еще менсінбей қатайып отырады ғой контейнердің анау төр жағында. Иә. Алыстан жауап бергісі келмей әрең сөйлеп. Бір кезде бір затты сатып алғаннан кейін жүгіріп кетеді ғой алдыңда. Иә. Мен ше Мынандай бар. ауылдан ақмама келеді ғой әже. Ол вообще қант ішеді дүкеншілердің ше. Көйлегің қаншадан десе 8 мың десе. Бер 6 мыңға дейді сразу. Сразу 7 мың. Тегін киіп кетеді. Жетім. Ақмама құрсын кішкене саудаласыншы енді құрсын. Мыңға түсір 500-ден басыр. Сразу 7 мың жоқ көреді. Бер 6 мыңға алып кетейін дейді. Саудаласын деген сол деші. Еще, ё-моё, алады ғой сатып алатын кезде. Отыра қалады да, мына жерден бірдеңені шығарады. Ол газетке оралған, ол пакеттен шығарады. Соңында ше, бөлек орамалға тереуіш тапсаң, 3 тереуішпен. Сейф қойған. Сейф қойған. Мына жерге салатын бүйтіп ақшаларын бәрін, мына жерге. Оң жағы мелочь, темір. Сол жағы ақша. Қағаз ақша. Ортасында охранник деп қойып отырсың. Кетті. Ой, господи. Аха, түсіндім мына дәрігерді. Түсіндіңіз ғой, иә? Сонымен бәрі ойдағыдай. Сауығып кетіңіз. Бірер күннен кейін жүктілікке сынама жасаймыз да нәтижесін аламыз. Қолыңызға қуат берсін. Қобалжып отырсыз ба? Құрсағыңызда бала бітсе атын кім деп қоясыз? Есімін бе? Иә, емделушілер алдын ала айтады. Есімін кім деп қой, есімін деш. Аха. Қолыңызға қуат берсін. Қобалжып отырсыз ба? Құрсағыңызда бала бітсе есімін кім деп қоясыз? Құрсақ гүл. Ай құрсақ десе. Ай құрсақ деп қоям десе. Ол болса ма? Қыз болса ай құрсақ, ұл болса құрсақбек. Саған боқ емес пе десе дейді. Уже оқырмандардың өздері кірісіп кеткен ғой. Саған боқ емес пе десе дейді. Стабилизатор деп қоям десе. Неге десе? Баяғыда менің әжем мені стабилизатор деп қойғысы келген. Әжемнің арманы. Кеттік па? Давайте. Кешіріңіздер, давайте. Есімін бе? Иә, емделушілер алдын ала айтады. Кешіріңіз. Аяққа жақын дос деді. Кешіріңіз. Ол жағын қайтесіз. Көмегіңізге жүгінсем сізге ашылып айтуым керек пе? Өзіңізге кім деп ойлайсыз? Біраз қобалжып отырған сияқтысыз. Біраз. Мен қазір қатты қобалжулымын. Бұл мен үшін бала емес, түсінесіз бе? Бұл жай ғана жоба. Яғни белгілі бір сағым. Бұл мен үшін бала емес. Сон ойланған жоқпын. Ол да адам ғой. Өтінен басымды қатырмаңыз. Орнына қойып тұрады апамды. Ақамды орнына қойып тұрады. Кіріспе деп тұр ғой вообще. Кеттік па? Мен ал өлейін деп атам. Отаға кетіп атам, балам. Кеттік. Уже аурудың орнына кіріп кетсең. Иә, Сүлеймен мырза. Қобалжу бар ма? Бар ғой енді. Сүлеймен. Танжу! Десе. Танжу! Десе кетті ол. Кетті. Сүлеймен. Надо, что он на тебя налез?
Аха. Давай. Сүлеймен, Танжу. қобалжымайтын шығарсың, солай ма? Аздап. Мен осындамын, білесің. Әріптестерім қазір сені дайындайды. Демер екеуміз киім ауыстырып келейік. Көп рахмет. Ем болсын. Әке, уайымдама. Ойымыз іске сат. Маған сен. Мен саған қашанда сенем ғой, балам. Сүлеймен мырза, тәуір боласыз, алаңдамаңыз. Ұстаз, Екеуміз талай бірге жұмыс істедік, талай адамды өлтіріп алдық. Адамның көз жайды отырмаса, ота жасайын деп отырмын. Талай адамды өлтіріп алдық, содан кейін саспа. Біз не көрмей жатырмыз. Біз не көрмей жатырмыз. Көп болса өліп қалар. Десе. Ойнап айттым десе. Ойнап айтам десе. Посылып қалар десеш. Ақша төлеп пе едің? Онда сен өлмейсің десе. Кеттік. Екеуміз талай бірге жұмыс істедік. Қазір сені жалғыз қалдырады деп ойлаймысың. бірақ директорлар кеңесі келді, зерттеп жатыр деп естідім. Яғни, сіз де солардың жанында болуыңыз керек еді ғой. Қазір осында болғаным маңызды. Айтпақшы Демир, біз бұл ауруханада бір отбасы сияқты болып кеттік, балам. Әлбетте, мұндай қиын сәтте қасыңнан табылғаным дұрыс. Көп рахмет, ұстаз. Шыны керек, сіз сияқты жан сирек кездеседі. Бөліп тастадым мен. Сіз сияқты жан... Көп рахмет, ұстаз. Шыны керек, сіз сияқты жан сирек кездеседі. Сүлеймен мырза, алаң болмаңыз. Сіз керемет ұл тәрбиелепсіз. Сіз керемет ұл тәрбиелепсіз. Ұлыңыз көргенсіз. Кеттік. Ұл тәрбиелепсіз. Падряд өлтіріп жатырмын адамдар. Демир осы ауруханадағы жас мамандарының ішіндегі ең білікті хирургтардың бірі. Әрине. Сүлеймен, дайынсың ба? Сенің сөзің, ендеше бастайсыз. Ендеше бастайық. Иә, де. Иә, әділ айтады. Ендеше бастайық. Иә. Иә. Қане дейді, по-моему, ана Танжу, по-моему. Қане. Оянғанда мен қасыңда болам, әке. Жарайды, балам. Оннан кері қарай сана. 14 деп сөйтсе, әкесі санай алмай ма? Қайырға. Әкесі сауатсыз ба? 14, 9, Бірақ 6, бизнесменді. 12 көбейту 14, 735 деп. Кім не? Тақталып кештіп, отырып есеп санап кетсе. Әй, мына больницадегі жеп қорғана жеп отырсыңдар ғой сендер. Десе. Блин, молодец. Ты обо мне подумал, Қайрат. А? Не істедің енді. Сіз айтын деген санай аласыз. Ойбай, Алла. Кешіре бер, Алла, кеттік. Ал ары қарай мен қалай айттым алайыншы. Оқисың, қарағым. Сен соны ойладың ба? Ойлаймын, қарағым. Есің жей, көкем. Бекен бол. Кеттік. Санап тайшы, бұнды іштес. 19, 8, 8'den кейін не еді? Хватит ржать. Лошади. 8'den кейін, иә, 7, десе. Кешір,
Эльмир, ашуланып атсыз ба? Кешіріңіз. Жеті. Деп қорылдап атса папасы. Аузын суап. Танжу дәрігер мені Демирдің әкесінің. Күлдірдің. И келіп, бәрін білдірдім. Іштей, 10-ға дейін санасай, бәрін нормальды болады. Оның кері қара. Бірақ кері қарай сана. Сонда ішкі жан дүнием Кері қарай ма? жиналады. Ой, оны кері қарайсыңыз. Өлтірді. Ой. Ал кеттік. Танжу дәрігер мені Демирдің әкесінің Танжу дәрігер мен Демирдің әкесінің оттамасын деді. Неге десе? Оттамасын деп атыр десе. Танжу дәрігер мені Демирге оттамасын деп атыр. Сенесің бе? Жақындарының барлығы қырылып қалсын десе. Кет ал. Я. Күлдірме. Давай. Танжу дәрігер мені Демирдің әкесінің отасына қатыстырған жоқ. Сенесің бе? Жақындарының барлығы қатыса алмайды дейді. Ол не деген сөз? Өзімді қоярға жер таппай тұрмын. Ақылға қонбайды. Не болды Назлы? Щелкнула. Танжу дәрігер мені Демирдің әкесінің отасына Қысылып барып шықтың ба? Кочка сияқты. Ну, докатял. Танжу дәрігер мені. Симона кері қарайсың. Жанар жұмысқа келгенде айтпасын. Ондан кері қарайсың. Жанар жұмысқа келмей тұрып, оннан кері қарай сана десе. Oynamasanız film yapalım. Ал кеттік. Танжу дәрігер мені Демирдің әкесінің отасына қатыстырған жоқ. Сенесің бе? Жақындардың барлығы қатыса алмайды дейді. Ол не деген сөз? Өзімді қоярға жер таппайды.